Қайырлы күн достар, бүгін штрудель жасаймыз. Ең алдымен ет, сәбіз, пияз, томат, тұз, бұрыш дайындап аламыз. Аталған заттарды төрт бұрышта немесе қалағаныңызша турап аласыз. Қызып тұрған майға етімізді әбден қуырып аламыз. Мінекей менің етім әбден қуырылды. Енді үстінен сәбіз бен пиязды салып араластырамыз. Үстінен тұз, бұрыш салып араластырып қоямыз. Картопты әбден жуып, тазалап, төрт бұрыштап турап аламыз. Етімізге томат пастасын қосып, араластырып, үстінен салқын су құямыз. Астын бәсеңдетіп бұқтырамыз. Мінекей менің картопым дайын болды. Енді бір кесе ұнға, бір жұмыртқа, шым тұз, бір ас қасық сұйық май және кішкене судан құйып қамыр илейміз. Қамырымыз 10 минут тұрды. Сұйық май және ұнды дайындап аламыз. Қамырымызды жұқалап тұрып илейміз. Енді үстінен майымызды жағып алып, ораймыз. Бәрін қазанымызға салып, бұқтырамыз. Ас болсын.